Мобилизация процесіне жалпы Ресейдің бірқатар аймақтары өзінің ашық қарсылығын білдіріп жатыр. Әсіресе ол Кавказ аймағы, Дағыстан күні кеше ғана бас көтеріп, мобилизацияға қарсы екенін көрсетті. Митингке шығып, жаңағы көшеде билікке қарсы ұрандарды айта бастады. Путиннің суреттерін өртеу. Біз Украинаға соғыс ашып отырмыз, Украина бізге шабуыл жасаған жоқ деген сынды ұрандарды айту қазірдің өзінде Ресей қоғамында мобилизацияны қолдамайтын топтардың бар екенін көрсетеді. Бұл әрине мобилизация жариялаған күнде ұйымдастырылған митингтерді қоспағанда. Сонымен қатар Ресейде мобилизация процесіне қарсы тағы бір іс-әрекеттер ол военкоматтарды өртеу арқылы көрініс табуда. Қазірдің өзінде Ресейдің бірнеше аймағында көптеген военкоматтар отқа оранды. Оны мобилизацияға қарсы азаматтар іске асыруда. Тағы бір мәселе бұл әкімшілік ғимараттарды отқа жағу, яғни военкоматтардан бөлек әкімдіктерге от қою процестері де, от қою әрекеттері де болып жатыр. Сонымен бірге Ресейде бүгін орын алған тағы бір әрекет ол военкоматты мобилизация процесіне жауапты военкомды 25 жастағы жігіттің атып тастауы және оны видеоға түсіру. Міне осындай іс-әрекеттер болып жатыр. Бұл бір сөзбен айтқанда Ресей қоғамындағы мобилизацияға қарсы топтың іс-әрекеттері радикалдық негізге қарай өтіп бара жатқанын көрсетеді. Және олар бүгінде бұл іс-әрекеттер арқылы мобилизация процесін тоқтату немесе мобилизация тізімнен өзін жойып тастау іс-әрекеттерін жүзеге асырамын деп ойласа керек. Сондықтан осындай бір ашық қарсылықтарды көрсетіп жатыр. Ал Ресей қоғамындағы мобилизацияға қарсылық жақын аралықта артуы мүмкін. Неге? Себебі мобилизацияланған азаматтардың басым көпшілігі енді 2 аптадан кейін Украинадағы ұрыс даласына аттанады. Бұған дейін Ресей билігі мобилизацияланған азаматтар ұрыс даласында алдыңғы шепте соғыспайды деп мәлімдеген болса, енді ол ақпараттан бас тартып отыр. Олар осы уақытқа дейін, яғни 7 айдан астам уақыт бойы Украинада майдан даласында жүрген сарбаздарды алмастырады деген ақпарат шықты. Бұл дегеніміз ұрыс даласына Украинамен тікелей соғысқа кәсіби тұрғыдан әлдеқайда біліксіз азаматтар түседі дегенді білдіреді. Демек, мобилизацияланғандардың басым көпшілігі қаза табуы, жарақат алуы немесе ұрыс даласында қашып кетуі әбден мүмкін. Бұл Ресей қоғамындағы билікке қарсы көңіл күйді одан бетер арттыруы ықтимал. Сондықтан алдыңғы бірнеше аптадан кейін мобилизация процесіне қарсы азаматтардың саны артатын сияқты. Ал мобилизация 300 мың адаммен тоқтайды дегенге өз басым сенбеймін. Менің ойымша мобилизация шексіз негізде жүре береді. Ал 27-ші қыркүйектен кейін, яғни ертеңнен кейін Украинаның 4 облысында жүргізілген Херсон, Запорожье, Луганск және Донецк облыстарында жүргізілген әлемдегі бірде-бір өркениетті мемлекет мойындамайтын жалған референдумдардың нәтижесін Кремль билігі мойындап, бұл 4 облыс біздің жер деп жарияласа, демек мобилизация процесі шексіз және жартылай емес, енді толыққанды мобилизацияға айналып кетуі мүмкін. Себебі Ресей өзінің 2020 жылы өзгертілген конституциясына сүйене отырып, біз аумағымызды қорғауға тиіспіз, ал 4 аймақ бізге заңды түрде халықтардың өзін өзі анықтау процесі бойынша қосылды. Сондықтан бұл біздің территория, ал біз өз территориямызды қорғауға міндеттіміз. Сондықтан мобилизациядағы азаматтардың санын да, мобилизацияны жүргізу кезеңін де ұзартуымыз әбден мүмкін деп жариялау ықтимал. Сондықтан да мобилизация процесі ары қарай созылып кетуі мүмкін деген болжам бар. Міне жалпы Ресейде өтіп жатқан мобилизациялар осылай өтуде. Қазіргі әлеуметтік желіде тарап жатқан видеоларға назар аударатын болсақ, мобилизацияны ұйымдастыру өте жүйесіз негізде жүзеге асуда. Сарбаздардың еденде қонып жатуы, оларға тіпті қарапайым төсек жатын орынның берілмеуі, кей сарбаздарға орналастыратын орынның дайын еместігінен далада ормандық негіздерде от жағып жылынуы, жаңағы жүрек талмасынан инсульт болып ұстап жатқан азаматтардың болып жатқанын көріп отырмыз. Осының барлығы жалпы мобилизацияда жүйе емес, науқаншылдыққа барынша басып кеткен сияқты. Ал науқаншылдық болған жерде кәсіби әскерді жасақтау, заманауи соғысқа қабілетті жауынгерді жасап шығу өте қиын болады. Сондықтан Ресейде болып жатқан мобилизация қазір ол 1941 жылы, тіпті 1914 жылы мобилизациялардың көбірек еске салатын сияқты. Себебі тарихи естеліктерді, запискаларды оқитын болсақ, сол кезеңде ұйымдастырылған мобилизацияда дәл қазіргі сияқты жүйесіз негізде жүзеге асқан. Ал 21 ғасырда
мобилизацияны компьютер ғылыми техникалық революцияның нәтижесінде қалыптасқан электронды тізім бар кезеңде мобилизацияны дәл қазіргідей жүйесіз іске асыру, менің ойымша, Ресей билігіндегі жемқорлық пен парақорлықтың орасан зор деңгейде екенін нақты көрсетеді. Енді мобилизация қашан аяқталады деген сұрақ туындайды. Мобилизация әлі 1,5-2 айға дейін созылатын сияқты. Ресейдің кейбір аймақтары қазірдің өзінде мобилизацияны аяқтап үлгергенін жариялап отыр. Мысалы, Бурятия осы аптаның соңына дейін өзінің мобилизация процестерін толыққанды аяқтайтынын мәлімдеді, ал кей аймақтар тіпті мобилизация жүргізбейтінін айтты. Соның бірі Шешенстан. Яғни Қадыров билігі біз мобилизация өткізбейміз, себебі біз мобилизация жариялағанға дейін жоспарды бірнеше есе арттырып орындап тастадық. Біз жалпылай айтқан кезде 2,5 есе арттырып фронтқа 2,5 есе көп жіберуге тиіс адамнан 2,5 есе көп азаматты соғысқа ерікті жасақтардың құрамында жібердік деді. Шын мәнінде алып қараған кезде бұны екінші тұрғыдан да түсінуге болады. Яғни Шешенстанда қаза тапқандардың саны әлдеқайда көп дегенді білдіреді, және мобилизация процесі жүретін болса, ендеше Қадыров билігіне деген халықтың наразылығы көшедегі ашық митингтермен сипатталуы мүмкін. Қазірдің өзінде ол көріністер бар. Сондықтан да Қадыров расымен де Путин билігіне жағыну үшін өз еркімен тырнақшаның ішінде еріксіз жасақталған азаматтарды Украина соғысына жіберген болатын. Енді мобилизация процесін жүргізуге, мобилизация процесін өзінің аумағында іске асыруға қарсылық білдіруінің бір себебі ол Қадыровтың өз билігіне деген азаматтарының наразылығы күшейетінін түсінген сияқты. Екінші аймақ мобилизацияны толыққанды аяқтадық деп жариялаған ол оккупацияланған Қырым. Қырымның мобилизацияны толыққанды аяқталғаны екіталай, бірақ бұл жерде саяси әрекеттер арқылы, қадамдар арқылы жүзеге асып отырғанын түсінуге тиіспіз. Неге? Себебі Қырым ол оккупацияланған аймақ, және Қырымда бірнеше мәрте Украинаның әскери іс-әрекеті, әскери операциялар жүзеге асты. Ол жаңағы әуежайларға соққы беру, дрондармен шабуыл жасау, бірнеше мәрте әскери нысандарда өрттердің пайда болуы деген сияқты. Бір сөзбен айтқан кезде Қырым халқының өзі қазіргі таңда 2-3 ойда, яғни әскери іс-қимылдардың өзі Қырымда жүруі мүмкін, және Қырым алдағы уақытта әскери ұрыс алаңына айналуы мүмкін деген көзқараста отыр. Сондықтан Қырымда мобилизация жүргізу Ресей билігіне деген ашық қарсылық пен Украина әскерін ашық қолдау процесіне ұласып кетуі мүмкін деген осындай қауіп бар. Міне осы қауіпті ескере отырып, Қырым билігі де мобилизацияны біз аяқтап үлгердік деген осындай мәлімдеме жасап отыр. Ал басқа аймақтар қалай? Басқа аймақтарда мобилизация өтіп жатыр, күштеп өтіп жатыр. Құжатта көрсетілген ең бірінші әскери тәжірибесі бар, ұрыс даласында соғысқа қатысқан азаматтар мобилизацияланады деген осындай ақпарат болған, бірақ ол ақпараттар қағаз жүзінде екенін алдында айтып өттік. Шын мәнінде соғысқа тамыр танысы жоқ, пара беріп құтыла алмайтын, яғни қаржысы жоқ азаматтар аттанады. Бұл бір. Екіншіден, Ресейдің орталық қалаларынан шалғайда жатқан өңірлер, яғни Мәскеуден, Петербордан, тағы да басқа аймақтардан алыс жатқан региондардың халқы көбінесе мобилизация процесіне ілінетін сияқты. Қазірдің өзінде әлеуметтік желіде тараған түрлі видеоларға назар аударатын болсақ, мобилизация процестері не шақырылған мобилизация процестеріне ілінген азаматтардың көпшілігі, бір сөзбен айтқан кезде мәдениетті негізде жеткізетін болсақ, сарбаздың заманауи 21 ғасырдағы жауынгердің кейпіне сай келмейді. Яғни көпшілігі ішімдікке салынған, бұл бір. Екіншіден, заманауи қару-жарақты игеру жағынан күмән туындатады. Өйткені 21 ғасырдың соғысы ол тек қана окоп қазып қолға қару ұстап жату емес, ол ғылым, қазіргі соғыс. Себебі барлау қызметтері түрлі барлаушы дрондарға сүйенеді, ғарыштық түсірілімдері спутниктен бақылау, координатаны компьютерлік құрылғылар арқылы беру, және ұрысты басым көпшілігі осы ғылыми техникалық революцияның жетістіктеріне сүйене отырып жүргізу өте маңызды.